Барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен бірге мен Турбо Қазақ және де бүгін біздер Lucky Block режимін екінші частын жалғастыратын боламыз. Кеттік. Алдыңғы біздің частымызда достар, біз дегеніміз осындай әртүрлі брейнроттарды ұтып алдық. Яғни өзіміз барып жүгіріп ұтып алдық. Қазір сендерге көрсететін боламын. Осылай жүгіреміз де и осындай Lucky Block'тарды алатын боламыз. Бірақ бізге вампир жетіп алды. Өкінішке орай вампир жетіп алады. Біз осы ойынның жартысына келдік. Біздің негізгі мақсатымыз ең соңғы уровеньге дейін бару. Ана көріп тұрсыңдар ма? Золотой алтын түсті затты соған дейін бару керек бізге. Так, достар, кстати, біздер екінші этажды сатып алсақ болады. Күте тұр досым, пожалуйста. Міне 5 миллионға екінші уровень алсақ болады. И бізде көріп тұрғаныңызда енді екінші этаж бар. Так, қазір тағы да дополнительный орындарды сатып алайық, себебі бізде орнымыз аз екен. Так, сені де сатып алайық, болды. Енді қарасақ, бізде қаншама орын бар екінші этажымызда. Так, сені мына жерге қояйық досым. Сені мына жерге қояйық және уровеніңді сразу көтерейік. Максимально түрде. Нешеге дейін көтеруге болады? 30-ға дейін көтеріп тастайық. Достар, егер де сендер алдыңғы частькі видеоны көрмесеңдер, обязательно қараң достар. Себебі бұл видеода мен сендерге осы брейнроттарды қалай алғанымды көрсеттім. Міне көрдіңдер ме? Бұл деген кәдімгідей қымбат брейнроттар. Так, достар, қараңдар, енді не істейміз? Енді біздер келіп наковальня сатып алайық. Тағы да ақшамыз жете ме екен? Мен соны ойландым. Так, ақшамыз жетеді достар. Ақшамыз жетеді. Давайте мынаны сатып алайық. 700 биллионға сатып алды. 37 миллион жарым скорость береді. Мына штангамен біз кәдімгідей бір терминатор сияқтымыз ғой. Так, одан да достар барып шопқа барып біздің новый Lucky Block сатып алайық. Void блок. Бұлмен бізде 6 есе көп удача болады. Мысалға қазіргі бізге тұрған glitch блокмен бізде 5 есе көп болса, ал Void пен 6 есе көп болады. Бірақ мынаның түрі шынымен бір қорқынышты екенді. Страшный фильмдер болады. Соның ішіндегі бір самый главный персонажы шығар мынау. Итак, достар, кеттік. Ақшамызды жинап алайық. Кішкене уровендерін дамытамыз ба? Сенің уровеніңді дамытсақ қалай болады, досым? Сенің уровенді бізде ең көп алып келетін ақша кім вообще? 660 миллион алып келеді бізде TTT Сахур. Бізде тек сол екен, ең қымбаты осы бізде. DDD Pixel Сахур 660 миллион. Бұны көтеру керек. Бұл деген кәдімгідей көп ақша алып келеді екен бізде. Так, сені максималды түрде көбейтейік онда. Енді бізде 4-9 биллион секундына алып келеді. Офигеть, достар, офигеть. Жақсы, сені де көтере салайық. Максималды түрде сендерді де көтере салайық. Сені де көтере салайық. Так, сені де көтере салайық. Осының барлығын көтерейік, достар. Себебі бұның барлығы бізге керек. Так, достар, біздің скоростымыз уже 4 биллионға жетті. Енді жүгіріп көрейік, достар. Енді бізге жете ала ма екен вампир? Көрейікші. Вампир жете ала ма екен? Вампир жете алмай қалды. Бірақ қасқыр бізге жетті, достар. Қасқыр бізге жетті, бірақ вампир жете алмай қалды. О, мынау не? Кавало виртуозо дейді. Мынау кәдімгідей тез жүгіреді екен артында мына. Так, Кавало виртуозо, сені бар ғой екінші этажға қояйық, досым. Сені екінші этажға қояйық және сразу же максималны. Так, сені досым мына жерге қояйық. И сені нешінші уровеньге дейін көтере аламыз біз. Және қанша ақша алып келе аласың бізге сен? Қанша сен бізге пайдалысың? 293 миллион алып келесің. Нормально, достар, нормально болады. Дым жалоба етпейміз. Так, одан да барып тағы да жүгірейік. Қазір біз, достар, негізі даже 10 биллион скоростьке дейін качаться етіп тастасақ болады. Себебі мынау кәдімгідей штанга бізге көп скорость береді. Қараңдар, уже 5 биллион көріп тұрсыңдар ма? Кәдімгідей бір күшті ғажайып зат екен мынау. Міне 10 биллионға жеттік. И мына жерде қараңдар, достар, мынаны қараңдар. Йо-майо, мына біздікі ойналып қалады. Мынаны қараңдар, 11 триллион секундына. Йо-майо. Мынандай брейнроттарым болса, менде арманым болмайды. Жақсы, достар, дым мұңаймаймыз. Так, достар, кеттік. Енді жүгірейік. Енді бізге жете алам екен. Қазір көретін боламыз. Так, бізге жете ме екен? Жетті қайтадан, достар. Қайтадан жетті бізге мына. Қасқырды өту үшін бізге өте көп скорость керек сияқты. Кавало виртуозомен қайтадан қашамыз. Досым, кет бар. Сен бізге жете алмайсың. Бұны қайтадан екінші этажға қоятын боламыз қазір. Сені қайтадан Кавало виртуозоның қасына қоямыз. Сені максималды түрде нешінші уровеньге дейін апарып тастауға болатынын қазір көретін боламыз. Бірақ енді біздер одан да көп уровеньге жете аладыңыз. Иә, көрдіңдер ме? 43-ке жеттік. 43, мынау 40. То есть екеуінің разницасы, кәдімгідей екеуінің разницасы бар. Так, бізге подарок беріпті, достар. Қараңдар, подарктар. Бірақ бізге бұл Lucky Block'тар керек емес, себебі бұл арзан Lucky Block'тар. Достар, қараңдар, менің қасымдағы кәдім көршілерім барлығында
қымбат брейнроттар бар. Мынада вообще неше этаж? Мынада 3 этаж брейнрот. Ё-моё, 3 этаж достар. А менікіде нормально, бірақ мыналармен салыстырсаң, но все же өзімді кішкене бір кедейлеу сезініп тұрмын мыналардың қастарында. Мынаны қараңдар, мынаның брейнроттарын қараңдар. Бұда кәдімгідей дракон бар. Мынаның аты қалай екенін білмеймін, бірақ кәдімгідей қымбат брейнроттар барлығы. И ақшасы да күшті алып келетін сияқты бұлардың барлығы. Әзірше бізге осылай качаться етуден басқа, себебі бұның барлығына жету үшін бізге қаншама не керек? Күш керек. Так, достар, мына PPP пиксель сахурды максимально дамыттық. Енді бұл бізге 1,4 триллион тұрады. Келесі улучшение бағасы деген 10,4 биллион алып келеді секундына. Ойланыңдаршы, достар. Так, біздер 15 биллионға жеткіздік деп айтсақ та болады, даже 16 биллионға. Енді жүгіріп көрсек, ешкім жете алмайтындай. Давай, өтіп кетейік. Бізге қасқыр жетпесе болды. Қасқыр қайтадан жетіп кетті бізге. Кішкентай қалыптыр. 4 өреңін қалыптыр біздің осы ойынды бітіру үшін. Так, Cavallo Virtuoso қымбат түрі түсті бізге, кстати, достар. Қымбат түрі түсті бізге Cavallo Virtuosoны. Бұны біздер әдейі аламыз да и екінші этажға қоямыз. Cavallo Virtuoso браттарының қасына қоямыз. Браттары ғой мынау, кенттері. Так, давай, сені максималды түрде. Все, достар, 41 уровенге дейін апардық. Бұл бізде енді 550 миллион секундын алып келеді. Так, әзірше достар, осылай качаться етеміз. Басқа бізде вариант жоқ бұл ойында. Осылай качаться етпесек, біздер новый брейнроттарды ала алмаймыз. Бізге қасқырды өту керек. Мен ойымша, қазір біздер 17 биллионға жеткізсек те уже қасқырды өте алатын сияқтымыз. Себебі ана жерде кішкентай қалып тұр. Кішкентай. Қараңдар достар, 17 миллионға жеткізек, 17 биллион, то есть и тағы рет басайды и болды. Енді жете алмайды деген ойдамын. Вампир себебі бұл кішкентай қалып тұр. Давай. Ну, қайтадан жетті ма? Қалай? Біз өттік қой почти что мына линияны. Қалай жетіп тұр бұл бізге? Мен соны түсінбей тұрмын. Cavallo Virtuoso түсе береді. Неге Cavallo Virtuoso түсе береді бізге? Так, жақсы, 18 биллионға жеткізіп тастайық и біз точно өтеміз. Точно өту керек. Себебі енді білмедім достар. Енді өтпесек білмедім мен. Не істеу керек екенін, чтобы бұл қасқырды өту үшін. Давай. 18 биллион досым. Кеттік, жүгіреміз. Енді жете алмау керек бізге. Қасқыр жетпеу керек. Мынау қайтадан жетті бізге. Мынау бізге қайтадан жетті. Бір қымбат сатып берші хотя бы. Мынау не? Ну, жақсы. Cavallo Virtuoso кенди түрі, бұл бізде қымбатырақ түрі, обычный қарағанда. Бұны болады енді алсақ. Бұны қай жерге қойсақ? Бұны достар, ивент басталыпты достар. Ивент басталыпты. Так, қазір көретін боламыз, что за ивент. Бұл ивент андай жүгіру керек, как көрсетемін сендерге достар. Так, мына максималды түрде көтеріп тастайық сразу левелін. Давай, 40-қа дейін. Хорош, 43 уровень. Болды, кеттік. Так, бұл деген қараңдар достар. Қараңдар, бізді кіргізіп тастайды бір жерге. Опа, көрдіңдер ма? Енді бізге, мынандай алу керек. Қайсын алсақ ба? Давайте мынаны сол жақтан алайықшы. Хорош. Давай, енді оң жақтан аламыз мынаны. Давай. Молодец. И, ковбой. Бірақ бұл бізге не береді? Бұл бізге, ойбай, 2,2 миллион тұрады. 2,2 миллион. Бірақ бізге мына жаққа қарай қашу керек. Мен басқа жаққа қашып кеттім вообще. Так, бұл бізде 2,2 миллион алып келеді секундына. Достар, бұны біздер мына жерге қоямыз, және сразу же слотты көбейту керек бізге. Максималды түрде көбейтейік и кеттік тағы да жүгіреміз. Давай, өтіп кету керек бұны. Өту керек. Жоқ, өте алмады. Бұны өту үшін, достар, 40% шанс бар өтеді. Так, бізге Lifeguard базға келдік. Lifeguard біз жаңағы уровенді өттік и бізге Argutini Dragonot Fellini деген түсті. Так, бұны достар қай жерге қоямыз? Бұны сенің орнына қояйық, досым. Сені де аламыз, себебі бұлар бізге аз ақша алып, бұларды сатып тастауға болады. Так, бұны неше алып келеді? Мұны аз алып келеді. Бұларды сатып тастасақ, селге кіреміз, барлық брейнроттарды сатамыз және жүгіреміз, достар. Қазір жүгіретін боламыз. Кеттік. Пока ивент бітпегенше бұны өту керек, достар. Жоқ, қайтадан өте алмай қалдық. Жақсы, дым мұңаймаймыз. Ондай болып тұрады. Қайтадан біздер қасқырға келдік. Қасқырдан мына Cavallo Virtuoso керек емес, өзіңе алып қой, достар. Cavallo Virtuosoң бізге керек емес. Оны өзіңе алып қойсаң болады. Қайтадан өте алмай қалдық. Так, өтеміз, жүгіреміз. Өттік, достар. Молодцы. Енді бізге қайсы керек? Бізге мынау керек. Сосын барып, болды ма? Тек осылай ма? Мен ойладым басқаша деп. Жақсы, мұңаймаймын. Так, бұдан не түседі? Бұдан Маляме Плюшрейл деген түсті. Маляме Плюшрейл білмеймін бұл не екен, бірақ бізге осы брейнрот түсті. Так, бұны да, достар, мына жерге қояйық. Осы жерге қоямыз. Бұны қазір дамытатын боламыз. Ивенттен максимально түрде көп брейнротты ұтып алу керекпіз. Давай. Қымбат брейнрот түсші. Қайтадан өте алмай қалды. Қалай бұл сонда? Так, зато біз Lifeguardқа келдік қайтадан, достар. Lifeguardқа келдік. Енді бұдан не түседі бізге? Матео түсті. Матео Куня. Кім білет бұл футболист? Так, досым, сені қай жерге қоямыз? Сені қоймай тұра тұрайықшы, сені жүгірекші сразу. Давай, жүгірек, потому что 1 минут қалды
болды, ивенттің бітуіне 1 минут қалды, біз әлі өте алмай жатырық. Қайтадан ұстап алды бізді. Қайтадан ұстап алды мына біздің. Мынау кәдімгідей не екен? Толық екен еще. Толық адам. Так, жақсы. Бұған назар аудармаймыз. Біздер жүгіреміз, сразу жүгіреміз. Давай. 40 секунд қалды. Үлгеру керек. Неге біз өте алмай тұрық? 35 секунд қалды. Бізде былай айтсақ, бір попытка қалды. Қазір мынаған өліп қалу керек бізге сразу. Мына қасқырға өлеміз, жүгіреміз. Срочно. Давай. Қайтадан өтпей қалдық. Так, досым, онда саған өліп қалай қайтадан? Біздің соңғы попыткамыз қалды. Соңғы попытка, потому что қазір біз бұған өлеміз и жүгіреміз. Болды, уақытымыз жетпей дейін. Болды, соңғы попытка. Өтініш, пожалуйста. Өттік, достар. Молодцы. Так, бізге қайсысы керек? Бізге мынаны алып көрейікші. Оң жақтағы, ең астындағысын. Давайте, соны алып көрейік. Так, көрейік қазір. Давай. 1, 2, 3. Молодец. Давай, так, сосын сені алайық. Молодцы, достар, қараңдар. И мынаны алайықшы. Біз мынаны алдық уже. Так что давай, все, алдық, достар. Үшеуін алдық. Үш әртүрлі затты алдық. Так, бұдан не түседі екен? Бұдан бізге, ойбай, орангутини ананасини арзан ғой, слишком арзан ғой, 1600 тұрады. Жақсы, бұл бізге керек емес. Орангутини ананасини сатып тастайық. Орангутини ананасини. Сен бізге керек емессің. Сені де сатып тастайық. Міне, жаңағы біздің ұтып алған брейнроттарымыз, қараңдар, достар. Мынау ең қымбат брейнрот. Кетупат коррупт деген. Кетупат коррупт. Сосын бізде Жетелирино лололо және пипи коралто деген түсті. Осы 3 брейнрот өте қымбат брейнрот. Так, бұларды біздер достар екінші этажға қойайық. Как раз міне 3 орын тұр. Қазір әрқайсысын көтеретін боламыз. Бұлар максималды түрде көтеретін боламыз. Қанша возможно, сонша көтереміз. Ақшамызды жинап алайық қайтадан. И бұларды қазір дамытатын боламыз. Кеттік, бірінші сенен бастайық. Пипи коралто 20-ші өренге дейін апарып тастайық. 20, сосын сені де 20-ға дейін апарайық. Кетупат коралто. Барлықтарын 20-ға дейін апарсақ болады. То есть, міне әрқайсысын көтердік. Сосын ары қарай көтере береміз. Болса 4-5 уровеньнен. Болса 4-5 уровеньнен көтере берейік. Бұл да жақсы. Күшті заттар мұнан барлығы. Сені де көтерейік. Болды. Енді бұлар бізге 3-3 биллион, 1-9 биллион, 3-2 биллион, 9-3 биллион және 4 биллион ақша алып келеді бізге. Ё-моё, достар. Не болып кеттік қой уже? Богач болып кеттік, бай болып кеттік, шыны керек. Онда әзірше, достар, қараңдар. Біз қазір скоростьті қайтадан көбейтейік, сосын барып тағы да жүгіретін боламыз. Бізде ивент бітті. Пока что просто скоростьті көбейтіп. Кстати, достар, бізге қараңдар, лаки блоктар түсті. Лаки блокты алып көрейікші. Бұдан не түседі екен, көрейікші. Қымбат лаки блок түсе ме, әлде арзан ба? Так, ашайық. Бұдан не түседі екен? Қымбат заттар түсе ме, әлде арзан заттар ма? Ойбай, мынау қымбат зат қой, 2,5 миллион тұрады. Так, онда тағы да алайық. Тағы да бізге 3 подарок бар еді, по идее. Жоқ, бұны сатып алу керек. Ол бізге онда керек емес. Бізде ақша жоқ. Бізде шын ақша әзірше жоқ. Так, сені максималды түрде көбейтіп тастайық онда, досым. Енді сен бізге 3-1 биллион алып келесің секундына. Өте жақсы, достарым. Так, пока что көтерілейік, достар. Сосын мен қайтып оралатын боламын. Так, достарым, мен қайтып оралдым. 34 биллионға дейін жеткіздік. Енді жүгіріп көрейік па? Давай. 1, 2, 3 кеттік. Давай. Енді нешінші өренге дейін жете аламыз? Ай, мына қайтадан бізді, мына адам бізді қайтадан алып неге алып кете береді? Так, бізге тун сахур түсті. Жақсы, бұны да ала берсек болады, достарым. Бұны да ала берейік. Менің ойымша, бізге қазір ақша құртпау керек. Ақша жинап алып, жаңа гантель сату керек. То есть штанга сатып алу керек қазір. Мына ақшаларымызды жинап алайық. Себебі бұның ақшаның барлығы бізге керек. Мына брейнротты астына қойайық, потому что мына жерде орын жоқ. Достарым, кеттік. Мына жерден көрейікші. Келесі бізде 25 триллион, 3,5 триллионға дейін алуға да болады. Ең ойымша, лучше 25 триллионға дейін ақша жинаған жақсы сияқты. Себебі бұл бізде одан да көбірек бізге ақша береді. Келесі одан кейінгі 550 триллион тұрады. Одан кейінгі 4, мына жақта кәдімгідей қымбат. Сосын бар біздер уже машина көтеретін боламыз ғой. Машина көтереміз. Ойланыңдаршы, достар, машина. Мыналардан не түседі, көрейікші. Мына лаки блоктан не түседі, көрейікші. Қымбат зат түсе ме екен? Немесе арзан заттар ма? Арзан заттар сияқты, да? Сахур деп. Естіңдер ма? Бұл керек емес бізге. Сен слишком тым арзансың, досым. Сен бізге керек емес. Так, біздің мақсатымыз 25 триллион жинау. 25 триллион, бірақ жинау оңай емес ау. 25 триллионды біздер тез жина алмаймыз ау. Әзірше, пока что онда қайтадан скоростымызды көбейте тұрайық. Кстати, скоро ивент басталады, достар. Скоро 4 минуттан кейін ивент басталады. 2 есе көп күш беретін болады бізге. Өте күшті. Мына жақта әртүрлі ивенттер бар, көріп тұрсаңдар. Так, достар, біздер 25 триллион ақша жинай алдық па?
көрейікші. 23 триллион, 4 триллион. Так, күте тұрыңыз. Екінші этажға барайық, екінші қабатымызға барайық, и сол жерден ақшамызды жинап алайық, и 30 триллионға жет. Сатып аламыз, жаңағы гантельді сатып аламыз 25 триллионға. Опа, болды. Кубик Рубик, достар. Енді қараңдар. Енді біздер скорості вообще сезбей алып отырық. 50 биллион, 100 биллионға дейін спокойно қазір жеткізіп тастай аламыз. Бірақ біз қазір бұны жеткізбей, давайте 100 биллионға жеткізіп тастайық. Бірақ ивент басталды. Ивент енді бізде 2 есе көп береді. Дұрыс па? Иә, 2 есе көп береді. Қазір качаться етіп алу керек. Міне қараңдар. 5 есе, ойбай, міне көріп тұрсыңдар ма, достар? Extreme Power дейді. Бұл дегеніміз қазіргі біздің тауып атқан күшіміз 2 есе көп береді. Яғни біздер әзірше жүгірмесек болады. Осы барлық 5 минут бойы осылай качаться етіп отырсам болады. Онда былай істейік, достар. Қазір мен качаться етіп алайын. Максимально түрде осы 5 минуттың ішінде қаншама жинап алам, соны жинап алайық и келесіде тағы да жалғастыратын боламыз қазір. Так, бізде уже 10 секундтай қалды. Біздер тек 800 биллион скорості жете алдық, достар. Бірақ 800 биллионға жеттік па? Көрейікші. Или одан да асып кетеміз. Жоқ, достар. Біздің қазір скоростымыз и болды. Бітті, достар. Ивент бітті. Енді обычный скорость болады, бірақ біздер қазір жүгіріп көретін боламыз, достар. Енді қай уровенге дейін жететініміз көретін боламыз. Дайынсыңдар ма, достар? Мен дайынмын. 1, 2, 3, кеттік. Енді қаяққа дейін жетеміз. Давай. Уш. Йо, мынау кәдімгідей тез. Дайверге дейін жеттік, достар. Келесі уровенге дейін жеттік. Енді дайвер деген ол судың астында жүретін адам. Мынау, жай жүгір. Біздің артымызда. Ой. Мынау кәдімгідей тез екен ғой. Чуть қала жазады бізге жетуге. Под хотспот дейді. Под хотспот деп ақалап жатыр ана жерде. Мен естіп отырмын мына Roblox ойынның ішінде. Бұны қаяққа қоямыз? Бұны астына қояйық, да? Мына жерге қоямыз, достар. Бізде 21 триллион ақша жиналды. Енді бізге менің ойымша апгрейд жасау керек барлығын, жайлап көтеру керек барлығын. 3 уровенге бола, хотя бы даже 4 уровенге бола. Сені де көтерейік. Барлықтарын көтеру керек, достар. Себебі бұлар керек бізге қазір. Максималды түрде көбейттік. Енді бұлар бізге неше алып келеді? 441 миллион. Ақша алып келсе болды бізге. Главное бізге мынаны көтерсек болады қайтадан. Пиксель Сахур деген. Ең қымбат бізде осы ғой. 36 биллион алып келеді енді бұл секундда. 36 биллион. Так, сені де көтерейік. Міне. Сахур, сені де көтеріп тастайық максималдан түрде. Нешеге дейін көтеруге болады сені. Так, екінші этажымызда да ұмытпаймыз, достар. Бізде екінші этажда да күшті брейнроттар бар. Міне, мына қымбат брейнроттар. Осыларды да бізге көбейту керек. Сені де көбейтейік, сені де. Міне, көрдіңдер ма? Көбейттік. Енді, так, мынауда да бар негізі. Мыналарда да қымбат брейнроттар. Бұлар бізге 10 биллион секундын алып келеді. Одан да қымбат мыналар. Астына түсіп ақшамызды жинап алайық. Қазір мен бұларды да көбейтетін боламыз. Себебі бұлар реально күшті көп ақша алып келеді. Мына екеуі қараңдар. Мен байқамадым, бірақ бұлар 12-5 биллион алып келеді. 12-де 5 биллион. Ол өте жақсы ақша. Бұларды енді көбейту керек сияқты менің ойымша. Максимально түрде қанша болады, сонша көбейте берейік. Маламе Plushrail дейді. Мен оларды оқымаппын. Так, сендерді осылай максималды түрде көбейтіп тастайық, достар. Сендер де бізге керексіңдер. Так, достар, әзірше тағы да бізге скорость көбейту керек. Себебі соңғы уровенге дейін жету үшін бізге скорость өте көп керек сияқты. Сондықтан мен қазір 1 квадро миллионға дейін жеткізу керек бізде скорості. Так, достар, біз оралдық, және де біздер уже 1,7 триллион скорость жасадық, және де 436 мың триллион доллар. Бұл өте күшті қазіргі көрсетіп тұрған баға, сондықтан қазір, достар, біз былай істейміз. Ақшамызды жинап алайық, жиналған ақшамызды жинап алайық, үстіне көтерілейік, екінші этаждан да ақшамызды жинап алайық, себебі бұл да бізге керек. И үшінші этажымыздағы заттар, ойбай, үшінші этажымызда заттар жоқ екен. Қазір біздер не істейміз? Қазір біздер шопқа кіреміз, шопқа кіріп мына жерден қарап жібереміз. Қандай бізде блоктар бар екен? Киборг блок бар, жетесе көп удача береді. Бірақ бұл бізге керек емес әзірше. Бізге 550 триллиондық осы спайк дамбл деген керек бізге. Спайк керек бізге. Әзірше онда біздер мынаны сатып ала аламыз. Бұл бізге енді 7 есе көп удача береді. 7 есе көп тұрғаныңыздай, бұның басы енді ерекше, кәдімгідей әдемі. Так, жақсы, достар. Давай, енді бізге жете аламын екен. Давай. Ой, дайверге келдік, достар. Дайверді әлі өте алмай тұр. Дайверді өту үшін бізге әлі уақыт. Так, бізге Lost Tralalalitos түсті. Бізге қашу керек. Болды, қаштық. Так, енді бұны қайда қоямыз? Бұны қайда қойсақ болады, достар? Бұны мына жаққа қоямыз, 3-ші этажға, және дамып тастайық. 30-ші уровенге дейін. Как всегда, 30-ші уровень. Нормально. Неше алып келеді? 416 миллион доллар. Нормально, болады, достар. Так, астымызда, мынаған көтерейікші. Мыналардың уровендерін көтерейік. 1 триллион, мынаны да көтерейік. Астында тоже көтеріп алады. Сені де көтерейік, досым. Сені де.
сені де. Енді бұлар бізге неше алып келеді? Мынау бізге 18 миллион, мынау 111 миллион. Нормально достар, нормально. Күшті ақша алып келеді, күшті ақша алып келеді. Так, көтерілеміз. И мыналардан тоже ақша аламыз. И мыналарды да көтеру керек бізге. По-хорошему мыналарды да көтеру керек. Мыналарды ұмытпау керек. Бұл да бізге керек заттар. Так, сендерді де ұмытпаймыз достар. Бұлар неше алып келеді? Бұлар биллионнан алып келеді тоже. Нормально болады достар. Так, үшінші қабатымыздағы Lost Tralala тосты көтеріп тастайық максимальный түрде. Бұны да көтердік, 2 миллион алып келеді енді бұл да бізге. Достар, менің ойымша, осы видеода біздер әлі жете алмайтын сияқтымыз. Себебі анау алыс сияқты қараңдар. Қазір біз жүгіреміз, и қараңдар, біздер неше уровень жетпей қалады бізге. Көреміз. Бізге әлі 5 уровендей бар. Менің ойымша, әзірше осы уровеньмен тағайындасақ болады. Себебі келесі уровеньге жету үшін бізге тағы да бір видео түсіру керек сияқты. Так, мына Lost Tralala тосты біздер достар 3-ші этажға қойайық, 3-ші қабатқа қазір ақшамызды жинап алайық және оған максималды түрде уровень беретін боламыз қазір. Так, сені мына жерге қояйық. Ойбай, бірақ сен көрінбей қалады екенсің, бірақ кеттік. Максимально нешінші уровеньге дейін барасың? Давай, 50-ші уровеньге дейін барайықшы. 50, давай. Бұл бізде 6-да 5 миллион алып келеді. Әзірше осы видеоны аяқтайық, себебі тағы да видео түсіру керек режим бойынан, потому что біздер әлі жете алмаймыз. Бұл келесі уровеньге жету үшін бізге әлі как минимум тағы бір видео керек. Көріп тұрғаныңыздай, уже жап жақын бізге. Міне тағы да бір көрсетіп жіберейін достар, қараңдар. Келесі видеода неше уровень өту керек болады? Біз уже қараңдар қаншама уровень өттік. Міне 4 уровень өту керек. Осы 4 уровень өтсек, көрсетемін сендерге даже достар. Так, қашамыз. Міне қараңдар. Осы 4 уровеньді өтсек болды достар. Ал сендермен болған мен Турбо Қазақ достар, лайк басып, комментарий қалдырып кеттің және каналға тіркеліп кеттің. Қош сау бол.